Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2002 жылғы тасымалдаушы атты криминалдық экшн фильмінің сюжетін талдаймыз. Басты кейіпкер бұрынғы арнайы жасақ сарбазы Фрэнк Мартин. Ол оңтүстік Францияның жағалауында тұрады және жүктерді немесе адамдарды А нүктесінен Б нүктесіне дейін жеткізумен айналысатын жоғары деңгейлі тасымалдаушы болып жұмыс істейді. Түнде тыныш ұйықтау үшін ол өз ісіне ешкімнің араласпауын және артық сұрақ қоймауын қалайды. Бірде қылмыскерлер оны банк тонағаннан кейін оқиға орнынан қашу үшін жалдайды. Бандиттер көлікке отырып жатқанда Фрэнк батырманы басып көлігінің нөмірін өзгертеді. Жүргізуші клиенттердің төртеу екенін байқайды, ал келісім бойынша олар үшеу болуы керек еді. Правило первое, договор не менять. Бандиттердің басшысы қарумен қоқан-лоқы көрсетіп, жүргізушіге тез арада қозғалуды бұйырады. Алайда, Фрэнк артық жолаушымен жанармай бекетіне дейін жете алмайтынын, өйткені бәрін дәл есептеп қойғанын айтады. Сонымен қатар, артық салмақ көліктің жылдам жүруіне кедергі келтіріп, полицейлердің қолына түсу қаупін арттырады. Фрэнк 4 жолаушымен жүруден үзілді-кесілді бас тартқанда, басшысы өз сыбайластарының бірін атып тастап, оны жолға лақтырып жібереді. Фрэнк орнынан жедел қозғалып, жоғары деңгейдегі шеберлігін көрсетіп, полициядан қашып құтылады. Қалалық көлік кептелісінде жүріп бара жатқанда, жоғары жылдамдықтан жолаушылардың бірінің жүрегі айниды. Жүргізуші оған таза ауамен тыныстауды өтінеді, өйткені ол жақында ғана көлік салонына химиялық тазалау жасаған болатын. Олар қуғыннан құтыла бергенде, кенеттен көпір үстінде қоқыс тасушының көлігі жолды бөгеп тастайды. Фрэнк басқалардың зәресін ұшырып, көпірден секіріп, автобус тіркемесіне дәл қонады. Олар белгіленген жерге тез жетеді. Сол жерде басшысы Мартинге келісілгеннен де көп ақша береді. Олар оны Авиньонға дейін жеткізіп тастауын сұрайды. Бірақ Фрэнк бірінші ережені қайталап бас тартады. Ол нөмірін қайтадан ауыстырып кетіп қалады. Үйіне келгенде Фрэнк теледидардан қарақшылардың Авиньон жолында жүргізушінің аңқаулығынан полицияға ұсталғанын көреді. Көп ұзамай Мартинге инспектор Тарка келеді. Полицей бірнеше сұрақ қою үшін дәл осындай нөмірінде 0 мен 6 цифрлары бар БМВ көлігімен қарақшылардың қашып кеткенін түсіндіру үшін келгенін айтады. Фрэнк бұл туралы ештеңе білмейтінін айтып жауап береді. Полицей ер адамның көлігімен гаражын тексеріп, күдікті ештеңе таппаған соң, осындай көлігі бар басқа иелерді сұрастыру үшін кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін Мартинге телефон соғып, кезекті тапсырыс ұсынады. Фрэнк жаңа клиенттермен дәмханада кездесіп, тасымалданатын сөмкенің көлемі мен салмағын нақтылайды. Тапсырыс беруші алушының есімін айтпақ болғанда, Мартин оны тоқтатады. Правило второе, без имен. Келесі күні тапсырыс берушінің көмекшілері сөмкені Фрэнктің көлігіне тиейді және ол белгіленген жерге қарай жолға шығады. Жолда көліктің дөңгелегі жарылып қалады. Жүргізуші қосалқы дөңгелекті алу үшін жүк салғышқа үңілгенде сөмкенің ішінде тірі адам бар екенін түсінеді. Алайда ол ешқандай реакция танытпай, дөңгелекті ауыстырып, жолын жалғастырады. Тамақтанып алғаннан кейін, Фрэнк бәрібір тоқтап, жүк салғыштағы адамға су беруді ұйғарады. Сөмкені ашқан Мартин қорыққан жас қызды көреді. Ол қызға су ішкізіп, сөмкені қайта жауып, жолын жалғастырады. Қыз іштен жүк салғышты бірнеше рет тепкілегенде, жүргізуші қайта тоқтап, оның әжетханаға баруына рұқсат береді. Қыз сәтті пайдаланып қашуға тырысады. Бірақ Фрэнк өз ережесін бұзғанына өкініп, оны тез ұстап алады. Правило третье, не заглядывай в пакет. Көлікке оралғанда Мартин екі полицеймен бетпе-бет келеді. Ол өзінің керемет соғыс шеберлігін көрсетіп, оларды тез арада жеңіп шығады. Ақырында тасымалдаушы бәрі Уолл-стрит деп атайтын мырзаға жетеді. Ол кешігу себебін сұрағанда, Фрэнк шағын мәселелер болғанын, бірақ оларды шешкенін айтады. Жүргізуші сөмкенің ішіне қарамағанын айтып, екінші ережені еске салады. Орындалған жұмысқа көңілі толған Уолл-стрит тасымалдаушыға көрсетілген мекенжай бойынша дипломатты жеткізуді ұсынады. Фрэнк келіседі. Жолда ол тамақтанып, жүк салғыштағы полицейлер үшін газдалған сусын сатып алып, көлігіне оралады. Кек алуға бел буған Фрэнк Уолл-стриттің вилласына қайтып келеді. Ол гангстердің бірнеше көмекшісімен аяусыз есептесіп тастайды, бірақ бастықтарын орнынан таппайды. Мартин мафиозидің гаражынан Мерседес көлігін ұрлап кетеді. Алайда жолда көліктің артқы орындығына Лай есімді қыздың жасырынып алғанын байқайды. Жүргізуші көлікті тоқтатып, қызды жолға түсіріп тастайды, бірақ кейін бейбақты аяп, артынан қайта келіп, оны жүк салғышқа салып алып кетеді. Үйіне келгенде Фрэнк Лайдан өзінің өте жаман адамдармен байланысқанын және үлкен бәлеге тап болғанын естиді. Мартин ештеңе тыңдағысы келмей, қызға тамақ береді де ұйықтауға кетеді. Түнде Лай бұрынғы арнайы жасақ сарбазының жеке заттарын ақырын қарап шығып, осы жерде қауіпсіз екеніне көзі жеткен соң, онымен қалуды ұйғарады.
Сол уақытта Уолл-стрит ауруханада жатқан жаралы сарбаздарының біріне барады. Фрэнктің тірі екенін білген соң, қылмыскерлердің басшысы полицияға ештеңе айтпау үшін өз көмекшісін өлтіріп тастайды. Келесі күні таңертең қамқор Лай үй иесіне таңғы ас дайындайды және одан шай немесе кофе ішетінін де сұрайды. Мартин оған таңертеңгілік жалғыз қалауы тыныштық екенін айтады. Кенеттен инспектор Тарка пайда болып, Лай өзін жаңа аспазбын деп таныстырады. Инспектор Фрэнкті және оның көлігі туралы сұрақ қоя бастайды. Сондай-ақ оған өртенген көліктің нөмірін көрсетеді. Мартин көлігін ұрлап кеткенін айтып өтірік соғады. Лай жігіттің сөзін растап, оны жолдан тауып алып, үйіне дейін жеткізіп тастағанын қосады. Тарка бұл жұпқа сенбейді және қыздан көлігін көрсетуді сұрайды. Инспектор көліктің зақымдалған алдыңғы бамперіне жақындағанда, Лай оның назарын басқа жаққа аударуға тырысады. Тарка тексеруді аяқтап кетер алдында Фрэнкті өз кеңсесіне шақырады, бірақ оған жақсырақ оқиға ойлап табуды айтады. Өйткені өртенген көліктің жүк салғышынан 2 полицейдің мәйіті табылған болатын. Үйге оралған Мартин өзіне осындай қауіпті қызды жолықтырғанына ашуланады. Осы сәтте Уолл-стриттің адамдары үйді оқ жаудырып, артынан базукадан снаряд атады. Бақытқа орай, жұп шағын лифтпен төмен түсіп, үйдің астындағы су асты үңгірлеріне жетіп үлгереді. Екеуі акваланг киіп, көп замай тасымалдаушының құпия панасына жүзіп барады. Кейінірек екеуі полиция бөлімшесіне келеді. Сол жерде инспектор Тарка оларды Фрэнктің өртенген үйі туралы сұраққа алады. Жұп күні бойы жағажайда екеуі ғана болғанын, ал қайтып келгенде үйдің жанып жатқанын көргендері туралы оқиғаны ойлап табады. Полицей бұған сенбейді, өйткені үйдің қабырғалары оқтан тесік болған еді. Инспектор мұны Мартиннің бұрынғы жауларының бірінің ісі деп есептейді. Бастығы Тарканы өзіне шақырғанда, Лай полицейдің компьютерінен Уолл-стрит туралы деректерді тауып үлгереді және ұсталып қала жаздайды. Көшеге шыққан соң қыз мафиозиді табуға бел байлайды, бірақ Фрэнк қайтадан басын қатерге тіккісі келмейді. Тасымалдаушы Лайға жаңа өмір бастауды ұсынады, өйткені бандиттер оларды өлді деп есептейді. Лай көзіне жас алып, Уолл-стриттің контейнерлермен 400 адамды, соның ішінде оның отбасында тасымалдап жатқанын, және оларды құлдыққа сатпақшы екенін айтып береді. Фрэнк қыз оның арнайы жасақта қызмет етіп, адамдарды құтқарғанын пайдаланып отыр деп ашуланады. Бірақ Лай жігітке деген сезімінің шынайы екеніне оны сендіргенде, ол көмектесуге келіседі. Осы уақытта Қу Таркони жұптың оның компьютерінен не іздегенін тез анықтайды. Екеуі Уолл-стритті кеңсесіне көтерілгенше аңдып тұрады. Лай қағаздардың ішінен контейнер нөмірін іздеп жатқанда, Уолл-стрит тасымалдаушыны өз ережесін бұзғаны үшін өлтірмек болғанын түсіндіреді. Кенеттен кеңсеге Лайдың әкесі кіріп келеді. Қыз оны контейнерде деп айтқан болатын. Ол қызын қаруын тастауға мәжбүрлеп, әйтпесе Фрэнкті атып тастайтынын айтып қорқытады. Дәл осы сәтте хатшы бастығына кеңсеге полиция келе жатқанын хабарлайды. Сондықтан бандиттер Мартинді ұрып талдырып тастайды. Инспектор көмекшілермен кіргенде, Уолл-стрит оларға Фрэнктің Лайды ұрлап әкетіп, кеңсесіне басып кіріп, бәрін өлтіремін деп қоқан-лоқы көрсеткенін айтады. Бақытымызға орай, ер адамды залалсыздандыру мүмкін болды дейді ол. Тасымалдаушы камерада есін жиып, бірден Лайдың қайда екенін сұрайды. Фрэнк инспектор Таркаға контейнерлерде тасымалданып жатқан адамдар туралы айтып береді. Ол полицияның бюрократиясы мен баяулығы бұл адамдарды ешқашан таба алмайтынын ескертеді. Мартин мен Тарка бірігіп жоспар құрады. Тасымалдаушы инспекторды кепілге алған кейіп танытып, полиция бөлімшесінен шығып кетеді. Инспекторды жүк салғышқа салып алған Фрэнк қайығына жетіп, Марсельге жалғыз өзі жол тартады. Сол жерде құлдар тиелген контейнерлер жүк көліктеріне қайта тиелуі тиіс болатын. Фрэнк стетоскоптың көмегімен қажетті контейнерді іздеп жүргенде, оны қылмыскерлер байқап қалады. Тасымалдаушы олармен айқасқа түсіп, бірнешеуін көзін жояды. Контейнер тиелген жүк көліктері порттан шыға бергенде, Мартин олардың бірінің төбесіне секіріп үлгереді. Жүргізуші Фрэнкті байқап қалып, оны жол белгісіне соғып өлтірмек болады. Бірақ жігіт автобустың төбесіне секіріп кетіп, аман қалады. Автобус бірден гаражға кіреді. Сол жерде бандиттер Мартинді қоршап алады. Тасымалдаушы жергілікті бұзақылармен оңай есептескенімен, оның жолын ең ірі жендет бөгейді. Жекпе-жек кезінде басқа қылмыскерлер де қосылғанда, Фрэнк машина майы толтырылған бөшкелерді аударып тастап, жауларына өзіне жақындауға мүмкіндік бермейді. Ол аяғына велосипед педальдарын киіп алып, жауларын жайпап салады. Автоматпен қаруланған жаңа жаулар пайда болғанда, Мартин дәу жігітті қалқан ретінде пайдаланып, суға секіреді. Ол су астында қалу үшін әлгі дәу жігіттің өкпесіндегі ауаны сорып алады да қауіпті жерден жүзіп кетеді. Содан соң порттағы ең мықты көлікті ұрлап, контейнерлердің артынан қуады.
Қонып жатқан ұшақты байқаған Мартин оның соңынан түседі де, ұшқыштан өзін автокеруенге жеткізуді өтінеді. Фрэнк парашютпен тікелей контейнердің үстіне секіріп түседі. Өзін өлтірмек болған жүргізушіден кек алып, жүк көлігінің тізгініне өзі отырады. Көп күттірмей Уолл-стрит пайда болып, екеуінің арасында аяусыз айқас басталады. Гангстер Фрэнкті терезеден лақтырып жібереді, бірақ жігіт көліктің астына жабысып үлгереді. Табанды Мартин кабинаға қайта оралып, Уолл-стритті жүк көлігінің дөңгелегінің астына ұшырып жібереді. Фрэнк көлікті тоқтатқан сәтте мистер Коу пайда болып, оны жардың шетіне баруға мәжбүрлейді. Қытайлық мафиози Мартинді өлтірмек болғанда, кенеттен Лай пайда болып, жаңа досын құтқару үшін өз әкесін атып тастайды. Осыдан кейін инспектор Тарка келіп жетеді. Олар бірге контейнерді ашып, жүздеген адамды еркіндікке жібереді. Тасымалдаушы фильмі осылай аяқталады. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.